Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге пайдалы кеңестер бір арнасы. Достар, қай жеміс жидек жүрекке пайдалы екенін білесіздер ме? Қазіргі таңда жер бетінде жүрек қан тамырлары кеселіне шалдыққан адамдардың саны жыл санап артып келеді. Жүрек қан тамырларының жүйесінің аурулары ең алдымен жүйкелік психикалық ширығудың негізінде пайда болады екен. Осыған орай олардың алдын алу, емдеу мақсатындағы дәрілердің өзге жеміс жидектердің де маңызы жоғары екенін айта кеткенді жөн көріп отырмын. Жүрекке пайдалы жеміс жидектердің хлорестиндегі белоктар қызметін атқарады және қан қысымын төмендетеді. Оларды үнемі пайдалану денсаулығыңыздың қалыпты болуына септігін тигізеді. Адам жүрегіне пайдалы жемістердің бірі ол анар. Оның құрамы С дәрумені мен калийге бай. Сондықтан оның шырыны жүрек жұмысын жақсартады. Жүрек ауруларын алдын алуға, көк тамырлардың қызметіне шипасы мол. Киви де жүрекке пайдалы жемістердің қатарына жатады екен. Үнемі бұл жемісті жеп тұрсаңыз, жүрек пен көз аурулары түріне шалдықпайсыз. Бастысы, киви қанның ұюын болдырмайды және ұйыған қанды ерітетін қасиеттері бар екен. Оның құрамында С дәруменімен қоса пайдалы элементтері бар. Жүрек қан тамырлары ауруына аса пайдалы жемістердің бірі бұл құлпынай. Оның шырыны қан қысымын төмендетіп, жүрек соғысын жақсартады екен. Жүрек қан тамыры жүйесі мен қан қысымы дертіне пайдалы жемістердің бірі ол қарақат. Оны үнемі жеп тұру жүрек соғысын жақсартуға себеп болады екен. Шапталының да қан қысымының көтерілу кезінде тигізер пайдасы мол. Жүрек қан тамырлары ауруын шипа болар жемістердің бірі. Апельсиннің де жүрек ауруларына шипасы мол. Жүректің қалыпты қан айналымының бұзылуына септігін тигізетін дәрумендерге бай. Алманың денсаулыққа пайдалы тұстары орасан. Сонымен қатар жүрек ауруын емдеу кезінде жеуге ұсынылатын басты жемістердің бірі. Тәулігіне 300-400 грамм алма жеу қан қысымның қалыпты болуына жағдай жасайды екен. Тағы бір айта кететіні, алма артық салмақ тастауға да көмектеседі. Өріктің өзінен гөрі дәнегі денсаулыққа өте пайдалы. Оның құрамындағы кальций жүрек бұлшықеттерінің қызметін жақсартады. Өріктің дәрігерлер жүрек жұмысын жақсарту мен қатар шаршауды басу үшін жеуге кеңес береді. Жүзім мен оның шырыны ішу жүрек бұлшықеттерінің қызметін жақсартып, қанды көбейтеді. Қан қысымы көтерілуінің алдын алатын дәрумендерге өте бай. Достар, сіздерге берген пайдалы кеңесім ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.